Депутат Тлеухан. Қадірлі Әбілғазы Қалиақпарұлы, жол торабындағы мемлекет тілдің мәселесі. Мына әсіресе әуе жолдарына шыққан кезде стюардессалар мемлекет тілге өте шала. Мына қазақшасы жетік адамдардың ішінде орысша білмейтіндері кездеспейді, өте сирек. Жазып берген бір-екі ауыз сөз жаттауға кез келген қазір Қазақстанда өскен, Қазақстанды қабілетті. Сондықтан да бұл жерде басымдылықты міндетті түрде қазақ тілін білгендігіне қою керек. Ол сол тілде акцент сөйлей алу керек. Қазір сіз Эйр Астанаға мінетін болсаңыз, бір нәрсені маған қарағым, алманың шырынын беріп жер десеңіз, деп бетіңізге қарайды. Сол сөзді сіз ағылшынша сұрасаңыз, ағылшынша жауап береді, орысша сұрасаңыз, орысша жауап береді, қазақша сұрасаңыз, орысша жауап береді. Қазақ тілдің мемлекеттік тілге деген сұраныс, оның беделі жол торабында өте төмен деп айтуға болады. Ал енді бір нәрсені сіздер естеріңізге салуларыңыз керек. Жалпы қазақ тілінің Қазақстан Республикасынан басқа барар жер басар тауы жоқ екендігін. Екінші мәселе, мынау жолаушы болғаннан кейін өмірдің өзі, дүниенің өзі теңіз, адам жолаушы, адам қайық. Біз бәріміз жолаушымыз. Жолаушы болғаннан кейін жолаушыға тән мына психологтардың әсіресе батыста осы мәселеге қатты қарайды. Адамдардың жолға шығып бара жатқан адамдардың көңіл күйі. Көңіл күйге әсер ететін бірнеше факторлар болады. Сол факторлардың ішінде музыка мәселесі. Мына Эйр Астанаға мінгенде де, басқа бір пойыздарға мінген кезде де, сондай бір төменгі арзан қол деңгейдегі бір музыкаларды қайталап жауыр қылады. Сосын ол адамның көңілін басылыңқы көңіл күйге түсіреді. Әр саланың өзінің мамандары болады. Осы мәселе керек десеңіздер, мен осыған көмек етуге дайынмын. Я болмаса министрліктің қасында, мәдениет министрлігінің қасында Қазақ әуендері дейтін акционерлік қоғам бар. Соған мысал үшін сіздер тапсырыс берсеңіздер, онша бір қымбат нәрсе тұрмайды. Осыған жалпы мына торапқа байланысты батыс Қазақстанға кетіп бара жатқанда солтүстікке, шығысқа, оңтүстікке кетіп бара жатқан кезде, сол кезде әрбір жердің атауларына сәйкестендірген музыка мұралары бар, әртүрлі адам санасына жақсы әсер ететін ақпараттық жаңағы дүниелер болады. Осылардың бәрін орнына қоюға болу, орнына қою ешқандай да қиын емес. Керек десеңіз, біз осыған нетуге дайынбыз, көмектесуге дайынбыз. Соң мына Эйр Астанада көбінесе бізді таңдап шыққандарыңызға рахмет дейтін сөзді айтпай қойсыншы, біртүрлі издевательство сияқты көрінеді тұрады. Біз ешкім таңдап атқан жоқпыз. Қаласаң да сонымен ұшасың, қаламасаң да сонымен ұшасың. Соң сөйлегенде тіліне суық деген сияқты сөйлемей. Lady, gentleman дегенде ағылшынша шабыттана сөйлейді ғой. Қазақшаны сөйлегенде сәл-пәл шабыт қосыншы. Я болмаса бір жақсы дикторлар тауып беруге болады. Осы мәселелер келгенде, бұл мәселе жай ғана айтыла салған сөз емес. Бұның артында үлкен осы мемлекетті құрап тұрған ұлттың тілі тұр. Сол ұлттың тілі егер өзінің мемлекетінде салтанат құрмаса, ол мемлекеттің келешегі де бұлыңғыр болмақ. Бұл нәрсенің артында жай ғана қазақ тілдердің бір өкпесі бар деп ойламаңыздар. Бұның ар жағында үлкен философия бар, ұлттың бір жанталаса қорғану дейтін мәселе